саламатсыздар ма балалар? Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, тамаша, өте жақсы. Жалқаулықты тастайық, сабақты біз бастайық. Білім жолмен жүрейік, қиындықтан қашпайық. Ал ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Ол үшін менің қасыма келіп, қалаған сандарымды ала қойыңдар. Ендеше балалар, бір цифрын алған балалар бірінші топқа, екі цифрын алған балалар екінші топқа, үш цифрын алған балалар үшінші топқа отыра қойыңдар. Сабағымыздың тақырыбын ашу үшін тапсырмалар орындап алайық. Қане кім тақтаға шыққысы келіп отыр? Мери, Алия, Сезім, Алина, Әділ, Мұхамбет, Санжар шыға қойды. Тапсырмаларды ала қойды. Оқи ғой. 5 санның соңғы әріпі қандайсы? 6 санның бірінші әріпі қандай? А. 10 санның соңғы әріпі қандай? Н. 2 санның бірінші әріпі қандай? Е. 1 санның екінші әріпі қандай? 8 санның бірінші әріпі қандай? С. 20 санның бесінші әріпі қандай? Жақсы. Балалар қандай сөз шықты? Сан есім. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім, яғни заттың санын білдіретін сөздер. Қане отыра қойыңдар балалар. Ендеше балалар, жаңа тақырыпты түсіну үшін экранға назар аударайық. Мынау сенің нөмірің. 65 саны жазылған. Жоғалтып алма, осы нөмірмен кейін боласың. Ал мынау біздің 2 билетіміз. 7-ші қатардың 23-ші, 24-ші орындарына отырамыз. 11-ге 15 минут қалды. Әлі уақытымыз бар. Сондықтан мен екеумізге 2 дамызды алып келейін. Сен мені осы бірінші қабатта күте тұр. Тұра тұрып шаға, не деген көп сандар, мен шатасып кеттім. Иә, Дана, біз сандарды есеп шығаруда ғана емес, күнделікті өмірде де жиі қолданамыз. Қарашы, сағатта, күнтізбеде, билеттерде сандар бар. Сен жасыңды, бойыңды, салмағыңды айтқанда да сандарды қолданасың. Сондықтан есіңе сақтап ал. Заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есімдер атайды. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Балалар, бүгінгі жаңа тақырып түсінікті болса, онда топтық тапсырмалар орындайық. Бірінші топ әріптер мен цифрларды пайдаланып, жасырынған сөздерді тауып жазады. Екінші топ сандарды, ондарды және сөздерді пайдаланып, жаңа сөз құрастырып жазады. Үшінші топ алғашқы дыбысы кестедегі әріптерден басталатын санды білдіретін сөздерді тауып жазады. Жақындаймыз балалар, топпен жұмыс жасайық, жақындаймыз бәрі, жақындаймыз.
Қане балалар, тапсырманы барлығымыз орындап болдық па? Болса, онда тақтаға шығып, қалай орындағандарыңызды айтып береміз. Бірінші топтан кім шығады, қол көтерейік. Таисия, Санжа шыға ғой, тапсырманы алып шыға ғой. Екінші топтан, қане Айбибі, Айсери шыға ғой. Үшінші топтан, Инабат, Аяру шыға ғой. Тапсырмамыз ұстап тұрамыз, балалар. Ұстап тұрамыз. Қане? Оқи ғой, қандай қалай орындадық? Оқи ғой, қандай сөздер шықты? Көтер. Амар, тау, қуат. Екінші топ, қандай сөз шықты? Бірлік, жетіген, алты бақай. Қандай сөз шықты? Жиырма, 99. Жарайсыңдар балалар. Қане балалар, ойын ойнауға дайынбыз ба? Ендеше қазір себетке алма жинау ойын ойнаймыз. Бірінші топ себетке кім, не, кімдер, нелер сұрақтарына жауап беретін сөздер жазылған алмаларды жинайды. Ал екінші топ себетке қандай, қай сұрағына жауап беретін сөздер жазылған алмаларды жинайды. Ал қанекей балалар, тапсырманы барлығымыз орындап болдық па? Олай болса, оқып жіберейік. Бірінші топ, қандай сөздер? Ақтөс, ақтөбе, оқушы, есен, ата. Жарайсыздар. Екінші топ. Тәтті, жылы, биік, қызыл. Жарайсыздар. Үшінші топты. 1, 6, 15, 12, 40, 50, 100. Жарайсыздар. Ал балалар, бүгінгі сабағымыздың соңында сендерден кері байланыс аламын. 5 саусақ әдісі арқылы. Егер де сабақты өте жақсы көрсеңдер, мына саусақтарды жасылмен бояйсыңдар. Ал егер бүгінгі сабақта сұрақтарың болса, сары түспен бояйсыңдар саусақтарды. Ал егер бүгінгі сабақты мүлдем түсінбесеңдер, онда қызылмен бояйсыңдар. Қарандаштарымыз алып дайындаламыз. Қане бояймыз. Ендеше балалар, кері байланысты жасап болсақ, тақтаға ие қояйық. Бірінші топтан қане шығып, жұмысымыз тақтаға дейік. Нұрасы келе ғой. Екінші топтан қане кім ие қояды? Саян келе ғой.
3-ші сыныптан ертең аз келе ғой. Бүгінгі сабақ бойынша барлық оқушылардан бүгінгі сабақты түсінген екен. Бүгінгі сабақты түсінбеген оқушылар көрмей тұрмын. Олай болса бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.